Армысыздар, Ебіс телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибінір Хамид-қызы, алдымен андатпа. Орталық жағалаудағы ағаштар зиянкестерден жапа шегуде. Биолог Татьяна Пономарева шұғыл арада оларды залалсыздандыру керек деп санайды. Из вот одного такого шарика может появиться от 40 до 480 новых особей. 19 жастағы бойжеткен Айманов көшесіндегі көп қабатты үйлердің бірінің шатырынан секірмек болған. Үй қасындағы гүлзарлардан бөлек, одан тыс жерге гүл өсіргендерді жазалайды ма? Коммуналдық ақпарда айтамыз. Өңірімізде мәдениет және өнер қызметкерлерін құттықтау шаралары жалғасуда. Павлодардағы ағаштардан қауіпті зиянкестер анықталды. Павлодарлық биолог сарапшы Татьяна Пономарева бұл жағдай шыршалардың жойылуына әкелу мүмкін дейді. Сондықтан зиянкеске қарсы өңдеу жұмыстарын мүмкіндігінше тезірек бастауды ұсынады. Павлодардың орталық жағалауында сарғайып тұрған осындай қылқан жапырақты ағаштарға көз үйренген, белгілі болғандай олардың бүлінуіне ішіндегі зиянкестер себеп. Мұқият қараса түйіршіктер бар, бұл жәндіктер екен. Олар қозғалмайды, қанатсыз әрі аяқсыз болады. Осылай тұрып ақ қылқан жапырақты ағаштардың әсіресе шыршалардың барлық шырынын сорып алатын көрінеді. Кокцида деген мына домалақ түйіршік бұрынғы аналығы болып табылады. Оның ішінде алдымен жаңа жұмыртқалар дамиды, кейін жетілген дарақтар пайда болады. Бұл кіші шырша жалған қалқаншасы, яғни осындай бір ғана түйіршіктен 40-тан 480-ге дейін зиянкес шығып, олар басқа ағаштарға таралады. Уақыт өте келе бүлінген ағашты күйе шығып біртіндеп қылқандар мен бұтақтары қурап ақыры жойылады. Зақымданған жасыл ағаштар көбейген сайын індет те жылдам таралады дейді биолог. Осы орайда Татьяна Пономарева өңдеу жұмыстарын мүмкіндігінше ертерек бастаудың маңызын атап өтті. Сонымен қатар бағбандарға өздерінің саяжайлары мен бақтарындағы қылқан жапырақты ағаштарды тексеруге кеңес береді. Дархан Бекешев, Ольга Шкрет, Вадим Зиневич, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарда полицейлер көп қабатты үйдің шатырынан секірмек болған 19 жасар қызды аман алып қалды деп хабарлайды irbis.tv.kz. Оқиға 22 мамыр күні таңертең Айманов көшесіндегі үйлердің бірінде болған. Дәл сол жерде түсірілген бейне кадрлары әлеуметтік желі жаңалықтарында. Көрейік. Шатырдың шетінде отырып өмірден түңілгенін айтып жылаған бойжеткенді тұрғындар байқап, бірден 102-ге хабарласқан. Оқиға орнына жедел жеткен тәртіп сақшылары қызды сөзге тартып, ойын бөле бастайды. Күрделі жағдайда бірнеше секундтар ішінде әрекет еткен полицейлердің бірі қызды ұстап үлгеріп, қайғылы жағдайдың алдын алды. Белгілі болғандай бойжеткен ұзақ уақыт бойы күйзелісте жүрген. Қазіргі уақытта оған мамандар көмек көрсетіп жатыр, өміріне қауіп төніп тұрған жоқ деді полиция департаментінде. Өмірің енді басталып жатыр, оған бұлай жасауған болмайды. Қандай қиын жағдай болса да, ол сенің өміріңнен қымбат емес. Дәрігерлер дұрыс, пайдалы көмек береді деп сенеміз. Ақсуда өндіріс орнынан 10 миллион теңгеден астам сомаға түсті металл ұрлаған күдіктілер тобы құрықталды деп хабарлайды irbis.tv.kz. Полицейлер мен прокуратура қызметкерлері бірлесіп өткізген арнайы операция барысында бірнеше мекен-жай бойынша тінту жүргізіліп, күдіктілердің телефондары мен қылмысқа пайдаланған көліктері тәркіленді. Сондай-ақ тәртіп сақшылары ұрланған металдың қайда өткізілгенін де анықтады. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, ұрылар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта олардың өңірдегі басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. Мемлекетті тонап жатқандарды осылай ұстаса ғой. Жақсы өмірден тонамайды. Күзетшіні де тексеру керек. Таныс болыңыздар, Родная долина ұсынған табиғи ірімшіктер мен сары май. Павлодарда өндірілген өнімдер әрқашан балғын болу үшін сүтті жергілікті фермерлерден тікелей алдырады. Қоспасы және консервантсыз 100% табиғи өнім. Алдағы тәулікте еліміздің көп бөлігінде құбылмалы ауа райы сақталады. Солтүстік өңірлерде өткінші жаңбыр жауып, күндіз ауа біршама жылынғанымен, түнде салқындық сезіледі. Сенбінің нақты ауа райы болжамымен Альфия Омарова таныстырады. Әріптес, демалыс күні ауа райы қандай болмақ? Күндіз аспан бұлтты, ал түн әзірге салқын. Армысыздар. Синоптиктердің мәліметінше, сенбі 23 мамыр күні елдің солтүстігінде аспан бұлтты болады. Петропавлда өткінші жаңбыр жауып, күндіз термометр бағаны 24 градусты көрсетсе, түнде 13 градус болады. Көкшетауда да синоптиктер жауын шашынды болжайды. Ауа температурасы күндіз плюс 25 градусқа дейін жылынады, түнде шамамен 11 градус.
Республиканың шығысында кешке және таңға қарай салқындау болады. Семейде бұлт аз, күндіз плюс 19 градус, түнде 3 градус. Өскеменде күн бұлт арасынан әлсіз көрінеді. Күндіз плюс 16, түнде бар болғаны 1 градус. Елдің орталығына келсек, Қарағандыда күндіз құбылмалы бұлтты ауа райы және плюс 19 градус, ал түнде 1 градус болады. Еліміздің оңтүстігінде нөсер жауын шашын күтіледі. Алматыда сенбіде күні бойы жаңбыр жауады, сырттағы термометрлер плюс 16 градустан аспайды. Түнде шамамен 11 градус болады. Елордасы Астанада құбылмалы. Күндіз плюс 21 градус, түнде шамамен 5 градус шамасында. Павлодарда аспан бұлтты, күндіз аздаған жаңбыр жауады және ауа температурасы плюс 21 градус, түнде 6 градусты көрсетеді. Жел оңтүстік батыстан секундына 9-14 метр. Мендегі бар ақпарат осы, сөз кезегі өзіңізде әріптес. Альфия, рахмет. Павлодарда мәдениет және өнер майталмандарын құттықтады. Ол туралы шағын үзілістен соң қазір жарнама. Экспресс автосервисі кез келген маркадағы автомобильдерді кәсіби жөндеп, сапалы қызмет көрсететін орталық. Мұндағы мамандар Жапон, Корей, Қытай, Европалық және отандық көліктерге толық диагностика жасап, жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Олардың қызмет түріне қозғалтқыш жөндеу, жүріс бөлігі мен қаңқасын қалпына келтіру, бояу, түзету жұмыстары кіреді. Заманауи технологиялар, соның ішінде робот пен стапелдеу жүйесі, көлік кузовының геометриясын дәл түзеп, көлікті зауыттан шыққанда қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар экспресс дәнекерлеу жұмыстарын, дөңгелек геометриясын тексеру және кәсіби шиномонтаж қызметтерін ұсынады. Барлық жұмыс жылдам, сапалы әрі кепілді түрде орнатылады. Экспресс автосервисі, кіші айналма жол көшесі 4/5. Барлық маркадағы көлік иелері сенім артатын сервис. Ақсу қаласындағы Қара металлургия колледжінде ERG күні өтті. Студенттерге арналған дәстүрлі кәсіби бағдар шарасын өткізу игі дәстүрге айналған. ERG құрамына кіретін кәсіпорын қызметкерлерімен оқу орнының жастары кездесті. Білікті мамандар жастарға кәсіпорын жұмыскерлерінің еңбек жағдайлары мен қоғамдық белсенді өмірі жайлы айтты. Қазхром трансұлттық компаниясы акционерлік қоғамы Ақсу ферроқорытпа зауыты мен Ақсу Қара металлургия колледжі ұзақ уақыттан бері ынтымақтастықта жұмыс жасап келеді. Мұндағы тіпті бірінші курс студенттерінің өзі кәсіпорында жұмыс істей алады. Бүгін олар ERG кәсіпорындары туралы толық мәліметпен танысты. Главное стать хорошим специалистом. Қазір сіздер үшін ең бастысы өздерін таңдаған мамандықты жіті меңгеріп алу. Жұмысшы мамандық сіздерді далада қалдырмайды. Біздің кәсіпорында барлық жағдай қарастырылған. Қарапайым жұмысшыдан басшылық қызметіне дейін жеткен мысалдар жеткілікті. Сол себепті оқуға деген талпынысты тәжірибемен ұштастыра алуымыз керек. Но у вас другой... Сіздердің ойлау қабілеттеріңіз басқаша деп айта аламын. Жастардың қазіргі жағдайға бейімделу көрсеткіші жақсы деңгейде. Осыған байланысты қазір біздің кәсіпорында басқарушы лауазымдарда жастар жеткілікті. Сол себепті барлығы өздеріңіздің қолыңызда. Студенттерге сұранысқа ие мамандықтар жұмыс орнын таңдау кезінде аса мән беруі керек әлеуметтік пакет, тұрғын үй бағдарламасы, медициналық сақтандыру бойынша да ақпарат берілді. Жиыннан кейін білім ордасында шағын футболдан жарыс ұйымдастырылды. Мен Ақсу Қара металлургия колледжінің оқушысымын. Мен электрик мамандығында оқимын. Бізде бүгін ERG күні болды. Біз өте күшті көңіл көтердік, далада ойындар ойнадық, заводта жұмыс істейтін адамдармен бірге. Өте күшті болды, өте көңілді өтті бәрі. Мен болашақта сол завод ферросплавқа барып түсіп, сол жақта жұмыс жасаймын. Айта кету керек, Ақсу қаласындағы Қара металлургия колледжінде дәнекерлеуші, электромонтаж, темір жол, токаресі секілді 12 техникалық мамандық бойынша білім беріледі. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, олардың 90%-ы оқу бітірген соң Ақсу ферроқорытпа зауытына жұмысқа орналасады екен. Айтмұхамбет Айғожа, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Жазғы демалыста барлық оқушылар демалғанды қаламайды. Кейбір ақша табудың амалын іздейді. Тақырып жайлы бизнес жаңалықтарында Дархан Бекішев айтып өтеді. Әріптес, сөз өзіңде. Рахмет, әріптес. Армысыздар.
Digital Business KZ сайтында хабарлағандай, Қазақстан Республикасының еңбек кодексі жас ерекшелігіне қарай мүмкіндіктерді нақты ажыратады. 14 жастан бастап сабақтан бос уақытта тек жеңіл еңбекке рұқсат етіледі. Еңбек шартына жас өспірімде оның ата-анасы немесе қамқоршысы да қол қояды. Қазақстанда жас өспірімдерге арналған жеке ең төменгі жалақы мөлшері жоқ, жалпы стандарт қолданылады. Төлем жұмыс істеген сағатқа қарай есептеліп отырады. Мысалы, Жасыл ел бағдарламасында және жеке жұмыс берушілерде жалақы өңір мен жұмыс түріне байланысты 30 мың теңгеден 150 мың теңгеге дейін болады. Осы күні еңбек.kz платформасында мансап жолындағы алғашқы қадамды жасауға асық оқушылар үшін менің жазғы каникулым атты айдары ашылып, әркім бос жұмыс орындарын іздеп таба алады. Өзге жаңалықтарға ауысайық. Прудлана дүкеніне 2026 жылдың жаңа жазғы топтамасы келіп түсті. Сұрыпталымда трендтегі костюмдер, көйлектер, қосарланған жиынтықтар және жеңіл матадан тігілген заманауи үлгілер бар. Топтамада әрбір нәзік жанды демалысқа, серуенге, күнделікті киіске немесе ерекше салтанаттарға лайық образ таңдай алады. Әр апта сайын жаңа тауарлар, сәнді топтамалар және гардеробыңызға арналған ең әдемі үлгілер ұсынылады. Прудлана дүкені Торайғыров көшесі 56, Барыс сауда үйінің 70-ші бутигінде орналасқан. Ал Ральф Рингер дүкенінде ерлер мен әйелдерге арналған жазғы аяқ киімдер сұрыпталымы келіп түсті. Стиль, жайлылық және кең өлшем таңдауы күнделікті киюге, серуендеуге, жұмысқа және салтанаттарға арналған аяқ киімдер. Жазғы үлгілер жеңіл, ыңғайлы әрі заманауи. Өзіңізге мінсіз жұпты таңдаңыз. Мекен жайлары Тұлпар сауда үйі 221, Ескі орталық әмбебап дүкені 22-ші бутик және Ақсу қаласындағы Агидель сауда үйіндегі 22-ші бутик. Глассман дүкеніне жаңа топтама келіп түсті. Қатпарлы баги шалбарлар еркін пішім арқылы жайлы әрі сәнді образ жасауға арналған. Өлшемдері 48, 50 және 52. Сонымен қатар ашық түсті шалбарлар да сатылымда бар. Бағасы небәрі 19.990 теңге. Образыңызды мақтадан тігілген поломен толықтыруға да болады. Өлшемдері М-нен 3XL-ге дейін. Түрлі түсте ұсынылған бағасы 8.900 теңге. Академик Сатпаев 130 Сити Центр сауда үйінің 2-ші қабаты. Глассман бутигі 10-нан кешкі 8-ге дейін жұмыс жасайды. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 473 теңге, евро 555 теңге, ал рубль 6 теңге 55 тиыннан сатылуда. Бүгінгі осы сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет. Геринг көшесіндегі үй ауласынан кесілген ағаштарды әкетпеген адамдардың айтуынша барлығы санитарлық тазалық жұмыстарынан кейін қалыпты. Сонымен қатар павлодарлықтар көлік тұрағы мен балалар алаңын сұрайды. Барлығы рет-ретімен мобильді қосымшада. Здравствуйте. Вот Геринга 9. Первый подъезд. Деревья спилили месяц-полтора назад. Пеньки эти остались. Никто не убирает. Они мешают нам. Все, спасибо за понимание. Здравствуйте. Я вот столкнулась вот с такой вот большой проблемой. У меня вот даже не жалоба, у меня вот просьба, крик души. Вот я как родительница в который раз приезжаю в данный колледж. А твою машину мне поставить просто некуда. Вот посмотрите, здесь остановка, тротуар. Нет, есть, конечно, въезд для служебного транспорта. Наши машины туда не запускают. А нам что делать? Куда нам ставить машины? Напротив. Почему бы здесь не сделать парковку? Вот смотрите, какое место здесь. Неужели нельзя здесь сделать парковку для родителей? Вот создать условия. Неужели нельзя? Пожалуйста, решите данную проблему. Усолка. Район Беккожина 7, Беккожина 13. Непонятное строительство. Уже, по-моему, 3-й год, если я не ошибаюсь. Непонятно, что будут строить. И обратите внимание, что в этом районе нет ни одной детской площадки. Хотя это очень большой спальный район. Куда смотрит акимат. Бектуров 21. Уважаемая редакция, хочу выразить благодарность за оперативную работу. У нас вот здесь был прорыв.
после гидравлики. Оперативно все заделали. Приехали, приступили к работе. Большое спасибо им. Көп қабатты үйдің ауласында заңды түрде гүл немесе ағашты қалай отырғызуға болады? Дәстүрлі айдарымыз аясында бұл сұраққа жауап беруге тырысамыз. Шығарылымды коммуналдық ақпар жалғастырады. Көгалдандыру жұмыстарын бастамас бұрын таңдалған аумақтың кондоминиум нысанына жататынына көз жеткізу маңызды. Мұны жер актісінен тексеруге болады. Тұрғындарға гүл отырғызуға тыйым салынбаған, ал ағаштар ережеге сәйкес үйдің қас бетінен кемінде 5 метр қашықтықта орналасуы тиіс. Ауланың сыртындағы аумақты да көгалдандыруға болады, бірақ өсімдіктерге күтімді тұрғындардың өздері жасау керек. Сондай-ақ жер астындағы инженерлік желілердің бар жоғын ескеру маңызды. Жөндеу жұмыстары кезінде көшеттер зақымдалуы мүмкін. Өсімдіктерді суару үшін техникалық су құбыры қажет болады. Оны жүргізу үшін бағбандықпен айналысатын тұрғындар монополист компанияға жазбаша өтініш беруі тиіс. Ыстық су тақырыбына көшсек, бүгінгі таңда жылу желілерін гидравликалық сынақтан өткізгеннен кейін қайнақ 870 көпқабатты үйге қайта берілді. Оның 530-ы солтүстік желілік ауданда, ал 340-ы оңтүстік ауданда орналасқан. Өнер мен мәдениет ұлттың рухани тірегі, елдің болмысын айшықтайтын асыл мұра. Руханият саласында еңбек етіп жүрген жандардың қоғамдағы орны ерекше. Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай Ақсуда сала мамандарына құрмет көрсетіліп, мерекелік кеш ұйымдастырылды. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай Ақсудағы қалалық мәдениет үйінде мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Моноқаланың қолөнершілері жұмыстарын таныстырған көрме фойеде жұмыс істеді. Келушілер қазақ халқының ұлттық әшекей бұйымдары мен тоқыма өнімдерін тамашалады. Қазір зейнетке шыққасын бар қолөнерімізді салып, білгенімізді көрсетіп, өнерлеріміз өлеңді айтамыз өзіміз. Бізде 15 адамыз өзіміз жиналғанымыз. Біреуміз тоқимыз, біреуміз тігеміз, қолөнерді нақыштап, бұрынғы ұлт дәстүрлердің бәрін көрсетіп, тырысып жүрген адам. Әрқашан біз ярмаркаларға бәріне қатысамыз. Салтанатты кешке мәдениет саласының қызметкерлері, ардагерлері мен өнерпаздар жиналды. Мерекелік іс-шараға Ақсу қаласының әкімі Болатбек Шарипов қатысып, мәдениет саласы қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады. Өз сөзінде шаһар басшысы руханият саласының қоғамдағы маңызын атап өтіп, мәдениет қызметкерлерінің ел руханиятын дамытудағы еңбегіне тоқталды. Бүгінде қаламызда мәдениет саласының қызметкерлері елдігіміздің ғасырлар бойы мұра болған асыл қазынаны ұрпаққа жеткізу жолындағы ауқымды жұмыстар атқаруда. Өнерді құрметтеп, мәдениетті өркендету баршамыздың ортақ мақсатымыз болып табылады. Осы жолда адал еңбек етіп жүрген барша мәдениет, өнер азаматтарына ризашылығымды білдіремін. Мереке барысында мәдениет пен өнердің дамуына елеулі үлес қосқан бірқатар азаматқа алғыс хаттар мен арнайы марапаттар табысталды. Олардың арасында Ұмсындық Маскеновна да бар. Ол 2003 жылы Еңбек ауылдық кітапханасында аға кітапханашы қызметін атқарып, 7-9 сынып оқушылары үшін мұрагер тобын ашқан. Онда қазақ халқының салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын насихаттап, талай шәкірті жоғары жетістіктерге қол жеткізген. Жалпы бұл салада 30 жылдық еңбек өтілі бар. Кәсіби мерекеге орай ол Қазақстанның құрметті кітапханашысы төсбелгісімен марапатталды. Осы мамандығым өзіме ұнайды. Неге дейсіз? Балалармен қарым-қатынас, балаларға шара өткізесің, балаларға кітап оқытасың, балаларға білім бересің. Ол түгел біздің жұмысымыз ғой. Негізінде рас қой. Кітапты айтады ғой, оқы, білімді бол, оқы депті. Сол әрқашан осы балаларды осылай кітапханаға тартып, осылай балалар кітап көп оқыса ғой, ол менің өзімнің арманым, білімді болса ғой. Ертең өздеріне оқуға түскенде қандай жақсы болады. Мысалы, мен өзімнің коллективім түгел осы жұмысын түгелін бағалаған үшін мында алғысымды білдіремін. Өзім жұмысым өзіме ұнайды. Өзім өлең шығарамын, өзім балалармен өткіземін. Қазір негізінде мен Ақсу кенті ауданының қалалық кітапханасында кітапханашы болып істеймін. Кеш соны концерттік бағдарламаға ұласты. Қаланың өнерпаздары ән мен биден шашу шашып, жиналған
қауымға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Осылайша мерекелік шара мәдениет қызметкерлеріне көрсетілген ерекше құрметтің жарқын көрінісіне айналды. Өнер мен мәдениет ұлттың рухани келбетін айқындайтын қастерлі құндылық. Қоғамның рухани дамуына өлшеусіз үлес қосып жүрген мәдениет және өнер қызметкерлерінің еңбегі қашанда құрметке лайық. Альфия Омарова, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Бүгін Аманат партиясының Павлодар облыстық филиалында да мәдениет және өнер қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтады. Салтанатты шараға өңіріміздің түкпір-түкпірінде мәдениет пен өнер саласында еңбек етіп жүрген азаматтар, шығармашылық ұжымдардың өкілдері, кітапхана, музей, мәдениет үйлері мен өнер ұйымдарының мамандары қатысты. Айзада Жұмадилованың кітапхана ісі саласында жұмыс істеп жүргеніне 4-ші жыл. Бастапқыда уақытша істеймін деп кірген жұмысы бүгінгі күні өмірінің мәніне айналғанын айтады. Сол себепті бүгін еңбектері бағаланып жатқанына өте қуанышты. Кітапхана екенін ұқтым. Сонымен қатар кітапханашылар тек қана оқырмандармен жұмыс істеп, оларға кітап беріп, шам басқан кітаптардың ортасында отырады деген түйсіктің түбегейлі қате екенін ұқтым. Себебі өзіміз осы салада істегеннен кейін біз бірнеше пән мұғалімі секілді өзімізді сезінеміз. Сонымен қатар жаңағындай аниматорда боламыз, әнші де, биші де болатын кездеріміз болады. Сол себепті жалпы осы саланың қаншалықты жан-жақты ауқымы жоғарғы екенін түсіндім. Мәдениет саласында ұлттық болмысты сақтап, ұрпақ санасына рухани құндылықтарды сіңіріп жүрген жандар облыс әкімі мен партия басшылығы атынан алғыс хаттар мен құрмет грамоталарымен марапатталды. Облыс басшысы орынбасар Айгүл Маликова соңғы жылдары мәдениет пен өнер қызметкерлерінің мәртебесін арттыруға, еңбек жағдайын жақсартуға, өңірлердегі мәдениет нысандарын дамытуға көп көңіл бөлініп жатқанын тілге тиек етті. Жалпы соңғы 3 жыл ішінде Павлодар облысында 40-қа жуық мәдениет мекемелері күрделі жөндеу жұмыстардан өтіп, 5 жаңа мәдениет үйі іске қосылды. Сонымен қатар Павлодар облысының мәдениет мекемелерінің материалдық техника базасын нығайтуына биыл бюджеттен 207 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар бүгін Павлодар қаласының Естай атындағы мәдениет сарайы басшысының шығармашылық орынбасары Людмила Трофимова да марапатталды. Ол мәдениет үйінде 2007 жылдан бастап тер төгіп келеді. Бұқаралық шаралардың ұйымдастырушысы өнер мәдениетіне өз үлесін қосып жүргенін мақтан тұтады. Бибінұр Хамитқызы, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Бүгін Қазақстанның нысана көздеуден ұлттық құрамасы Әлем кубогының кезеңінде жарысты бастайды. Германияда 15 қазақстандық спортшы өнер көрсетеді. Олардың қатарында жерлесіміз Кирилл Феткин де бар. Басқа да ақпараттар спорт жаңалықтарында сәлден соң жалғастырамыз. Мама едет. Не волнуйся, дорогая, давай закажем пироги в пироговой лавке. Какой вкусный пирог. Келин молодец. Павлодар өңіріндегі қылмыс пен жаза, төтенше оқиғалар және заң бұзушылықтар хроникасын бірге тізбектеп талқыға салайық. Павлодар облысында өнеркәсіп аумағынан түсті металл ұрлады деген күдікпен қылмыстық топ ұсталды. Павлодарда есірткі тасымалдаушының әрекеті тоқтатылды. Азаматтардың төлем қабілетінің төмендеуіне не әсер етеді? Қаржылай қиындықтардан заң жүзінде қалай шығуға болады? Студияда сөйлесеміз.
Павлодардың жауынгер аруы беделді жарыстың күміс жүлдегері. Түркияның Анталиясында кикбоксингіден халықаралық дода өз мәресіне жетті. Сайысқа әлемнің ең мықты деген спортшылар қатысқан. Павлодарлық Лилиана Гуина 52 келіде өнер көрсетіп финалға дейін жеткен. Ақтық сында желініс тауып жерлесіміз халықаралық чемпионаттың күміс жүлдегері атанды. Ал Павлодарда медиа саласының өкілдері арасында республикалық спартакиаданың іріктеу кезеңі өтуде. Қаламызға еліміздің солтүстік өңірлерінің құрама командалары келіп, спорттың 4 түрі бойынша шеберлік байқасуда. Әдетте үстел басында мәтін жазып, баспасөз материалдарын дайындап, ақпарат пен жаңалық таратуға асық журналистер бүгінде үстелде теннис ойнап, бар күш жігерін салып күресуде. Павлодарда бірнеше күн бойы ауқымды республикалық спартакиаданың іріктеу кезеңі өтеді. Дода Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты ұйымдар арасында ұйымдастырылып, қаламызға Қостанай, Ақмола және Солтүстік Қазақстан облысы командалары келген. Журналистер тоғызқұмалақ, қол күресі, үстел теннисі және шахмат бойынша сайысқа түсуде. Спорттың 4 түрінен сайысқа түсіп жатырмыз ғой. Сол 4 түрінен де қатысамыз. Жалпы мына бүгінгі сайыскерлердің бәріне, білектілеріне мықтылық тілеймін. Бұл сайыста ең бастысы жеңіс емес, ең бастысы ол бір-біріміздің қарым-қатынас, бір-бірімізден пікір алмасу. Жалпы бұндай жаңағы өңіраралық сайыстар мынау бір-біріміздің бәріміз өйткені бір салада қызмет істеп жүргеннен кейін бұл журналистерді бір-біріне жақындастыра түсіреді деп ойлаймын. Павлодар қаласының бірнеше бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де сайыста өңір намысын қорғауда. Үздіктер іріктеліп жарыстың ақтық кезеңіне жолдама алады. Жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпионатына 19 команда қатысты. Алғашқы жазғы жарыстар Шымкентте аяқталды. Қатар өткен 2 біріншілікте 721 спортшы бақ сынады. Павлодар облысының құрамасы қоржынына 13 медаль салды. Ең сәтті өнер көрсеткендер аға спортшыларымыз. Ю-23 тобында Мария Шувалова 2 алтын медаль жеңіп алды. Әділ Өмірбеков пен Анастасия Циркунова кедергілер арқылы 400 метрге жүгіруде жеңіске жетсе, Дмитрий Федоренков найза лақтырудан үздік нәтиже көрсетті. Әйелдер арасындағы 4x400 метрлік эстафетада павлодарлық қыздарда бірінші орын алды. Ал жасөспірімдер арасындағы Ю-16 дивизионында Яна Мучкина 3 қарғып секіруден чемпион атанды. Ал Павлодарда жыл сайын спорттық акробатикадан жарыстар өтеді. Жас спортшылар арасындағы турнир жаңа есімдерді танытып келеді. Жаздардың бұл тек медаль үшін күресетін турнир емес, мұнда барлығы тәжірибе алу үшін келеді. Бастапқы деңгейдегі төрешілер төрелік етеді, жас спортшылар жаттықтырушы рөлін байқап көреді, ал ең кішкентай қатысушылар спортшы болуды үйренеді. Көпшілік үшін бұл алғашқы жарыс. Олар кілемге шығуды, одан түсуді, орындыққа отыруды, бір-бірімен қол алысуды үйренеді. Бұл жарыс әдебі. Олар үшін бәрі алғаш рет, бәрі жаңа. Сондықтан бұл жаңа өмірге бастар үлкен қадам деуге болады. Ашық қалалық турнир қазірдің өзінде республикалық деңгейде танылып үлгерді. Павлодарға басқа өңірлерден акробаттар үлкен ынтамен келіп, өнер көрсетіп жеңіске жетуге тырысады. Биыл біздің өңірдің командаларынан бөлек Петропавл, Алматы және Қарағанды қалаларының өкілдері де қатысты. Жарыстың ерекшелігі ұйымдастырушылар әр жолы жаңа дүние ойлап табады. Бірақ бағдарламаның өзгермейтін бөлігі ең кішкентай қатысушылар санаты. Олар жастарының көркі саналады. Биылғы маусымда үздіктер 4 жас ерекшелік тобында анықталды. Жеңімпаздар қатарында жерлестеріміз де өзге командаларының спортшылары да бар. Дегенмен жүлде тұғырына көбіне алаң иелері көтерілді. Турнир қожайындары ең көп медаль жинап, алтын жүлделер саны бойынша да көш бастады. Спорт туралы бүгінге осы, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар.
Бүгінгі күннің маңызды ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Бибінұр Хамитқызы. Жақсы жаңалықтармен жүздескенше.